Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мектепке арналған EDUS білім платформасында оқушыларға арналған табелдерді қалай шығару керек жолын көрсететін боламын. Ол үшін сіздер Google-дың іздеу жолағына mектеп.edu.kz деп кіресіздер. Кіргеннен кейін жүйеге кіру кнопкасын басу арқылы өзіңіздің логин пароліңізбен кіресіздер. Кіргеннен кейін жоғары жақта сынып деген бөлім бар. Осының үстіне басу арқылы мына жерде сынып жетекшісі деген бар. Соны басасыз, басқан кезде өзіңіздің сыныбыңыздың тізімдері осылай шығып тұрады. Енді әр оқушының қасында мынандай Excel деген бар. Соның үстінен басу арқылы табелімізді жаңағы компьютерімізге көшіріп алатын боламыз. Көшіріп алған баланың табелі осылай кезекте деп тұрады. Оны көшіріп алу үшін жаңарту деген бар. Осының үстінен басасыз. Басқаннан кейін сізде автомат түрде осылай келіп түседі. Сақтап алу кнопкасын басасыз. Басқан кезде ол өзіңіздің компьютеріңізге келіп түседі осылай, немесе компьютеріңіздің загрузки бөліміне түсетін болады. Енді осыны өзгерту үшін біз осы Excel жаңағы бағдарламасын ашатын боламыз үстіне басу арқылы. Енді осыны өзгерту үшін разрешить редактирование деген бар жоғары жақта. Осыны жаңа басу арқылы автоматты түрде өзгертіп алсақ болады кез келген жерін. Енді бұл платформа сізге бір бет қылып автоматты түрде жаңағы табелімізді дайындап беріп отыр. Енді осы жерден жаңағы шрифттерін өзгертуге болады, үлкейтуге, кішірейтуге белгілеп алып, барлығын белгілеп алып, шрифтін үлкейтсеңіз болады. 11-12 қылып үлкейтсеңіз болады. Енді үлкейткен кезде көп жаңағы мұғалімдердің жаңағы сұрау бойынша табелім екінші бетке өтіп кетті, немесе сөздерім осылай болып қыстырылып қалды деген сұрақтар келеді. Оны жаңағы қалай жасаймыз? Жасау үшін жоғары жақта мынандай әріптер бар. Осы әріптердің жаңағы ортасына барған кезде мынандай сызықтар шығады. Осы сызықтарды мышканың көмегімен осылай созу арқылы жаңағы орнына келтірсек болады. Мына екі әріптің ортасында мынандай сызық бар. Сол сызықтың ортасына барған кезде бізде осындай плюс белгісі шығады. Осыны мышканың көмегімен созу арқылы жаңағы қысылып қалған сөздерді ашсақ болады осылай. Енді мына жерде де сөздеріміз қысылып қалып тұр, қараңыздар. Енді осыны ашу үшін жоғары жақта Б мен С-ның ортасында сызық бар. Соған барған кезде осындай плюс белгісі ашылады. Мышканың көмегімен осылай созып орнына келтірсек болады. Мына жерде 20 мен 21-дің ортасында сызық бар. Осы ортасына барған кезде осындай плюс белгісі ашылады. Осыны мышканың көмегімен созу арқылы осылай жаңағы жөндеп алсақ болады. Енді мына жерге бұл жерде тек табелдің номерін жазасыздар, барлық автомат түрде дайын тұрады. Енді бұл жерде тәртібін жазсаңыз болады. Мысалға жақсы деп ынтасын жазсаңыз болады. Енді бұны жеке-жеке жазып отырмай, көшіру үшін осылай белгілеп аласыз. Белгілеп алғаннан кейін жаңағы плюс белгісі ашылады. Осындай шетіне барсаңыз, осыны мышканың көмегімен созу арқылы осылай екінші бетке, екінші графаға түсірсек болады. Енді осыны барлық 192 жылдыққа дейін жаңағы көшіру үшін біз бір-бірлеп емес, мынандай плюс белгісін мышканың көмегімен астына созу арқылы осылай алып келсек болады. Енді осы сөздерді былай қиғашынан жазу үшін жаңағы жазған сөздеріміздің бәрін белгілеп аламыз. Белгілегеннен кейін жоғары жақ мышканың оң жағын басу арқылы формат ячейка деген сөз бар. Соны бассақ, осындай бізде өзгертетін бетше ашылады. Выравниванияға барасыз, барғаннан кейін надпись деген бар. Надписті былай жоғарға көтересіз, қызыл кнопка келіп түскенше. Содан кейін окей батырмасын бассаңыз, сізде барлық сөздер осылай қиғаш жазылатын болады. Енді қысылып қалған сөздерді былай ашсаңыз болады. Осылай ашып жөндеп алсаңыздар болады. Енді осында жаңағы шығарып алу үшін файлға барасыз, печать. Осы жаңағы табеліміз осылай бір бетке шығып тұр. Осы менің ұсынған видеом сіздерге пайдалы болсын. Жаңағы өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.